Облыс әкімі Ғали Есқалиев Ақжайық ауданының орталығында құрылысы аяқталған жаңа білім ордасының ашылу салтанатына қатысты. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті күні пайдалануға берілген Абай атындағы мектеп-гимназия 300 оқушыға шақталған. Гимназия жанынан ауыл балаларына арналған интернатта есігін айқара ашты. Жұбан елінен жеткен жағымды жаңалық туралы келесі бейнематериалда. Ұлы Абайдың есімін еленген мектеп-гимназия бұрыннан да облыстағы іргелік оқу ошағы болатын. Ескі ғимараты азып тозғандықтан жаңасын салып өткен жылы қолға алыныпты. Елбасының бастамасымен өңірлерді дамытуға арналған бағдарлама аясында жүзеге асқан игі іс аудан халқын риза көңілге кенелтті. Биылғы Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай мектеп-гимназия алдына ұлы ақынның бюсті орнатылып, гүл шоқтары қойылды. Жаңа ғимараттың ашылу салтанатына арнайы қатысқан аймақ басшысы Ғали Есқалиев ағымдағы жылдың өзінде 6 мектептің құрылысы мен 27 білім шаңырағын күрделі жөндеу үшін мемлекеттік қазынадан 14 миллиардтан астам қаржы бөлінгенін айтты. Ал Ақжайықтағы Абай мектебі ұлы ойшылдың 175 жылдығында үлкен сый болғандығын атап өтті. Баршаңызды осындай мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Елдің дамуы мен болашағы балдардың қолдарында. Сондықтан осындай білімді, мәдениетті, денсаулығы, рухы мықты ұрпақты тәрбиелеу жолында сіздерге, осы жерде тұрған мұғалімдерге, ата-аналарға сәттілік тілеймін. Болашақта осындай қуаныш күндері көп болсын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Құтты болсын мерекеңіз. Мектеп құрылысы өткен жылдың көктем айларында басталып, мерзімді кезеңде пайдалануға тапсырылып отыр. Сапалы салынған құрылысқа жергілікті тұрғындар да атсалысқан. Құрылыс басында жергілікті азаматтар да жұмысқа тартылды. 100-ден астам. Нысан құны миллиард, біздің келісім шарт бойынша миллиард 275 миллион теңге. Былтыр 722 миллион егердік, биыл 552 миллион егеріліп отыр. Жаңа нысан 300 шәкіртке арналса, мектеп-интернаты 100 балаға шақталған. Оқу ордасында оқушылардың сапалы білім, саналы тәрбие алуына барлық жағдай жасалыпты. Қажетті құрал жабдықтармен толық қамтылып отыр. Мектеп-гимназиясы 3 блоктан тұрады. А блокта оқу кабинеттері орналасқан, 14 оқу кабинетімен қоса 3 шеберхана, 3 компьютерлік классымыз бар. Сонымен қатар оқушылардың зияткерлік әлеуетін дамыту мақсатында интеллектуалдық алаң, шахмат алаңдары ұйымдастырылған. Мектебімізде жаңа заман талабына сай жабдықталған спорт зал, 90 орындық мәжіліс залы, 100 орындық асхана, сонымен қатар 22 орындық кітапханада оқырмандар залы орналасқан. Салтанатты ашылу рәсімінен соң облыс әкімі жаңа оқу ордасын аралап танысты. Жарықта, жылы ғимаратта шәкірттердің білімлерімен сусындап, біліктілігін шыңдауға барлық жағдай туғызылғанын көрді. Оқушылар үзіліс кезінде уақыттарын пайдалы істерге жұмсау үшін үстел-үсті ойын түрлері қойылған. Солардың бірі дойбы тәріздес мына шаршытақта. Бірінші 4 адам ойнайды, бірінші адам жесе, егер өзіне толтырып отырады болса. Арнайы сабақ бар ма, или үзілісте ойнайын болады? Факультатив бар, үзілісте де ойнауға болады. Мектеп ішін аралау барысында Ғали Нәжімеденұлы мектеп-гимназияның педагогикалық ұжымы және ардагер ұстаздармен жүздесті. Сіздің ауданыңызда биыл көптеген шаралар өткізіп жатыр, жобалар іске асып жатыр. Соның бәрі халықтың сіздердің игілігі үшін. Осы сыйды қабыл алыңыз. Осы мектептен көптеген мықты жақсы балдар шықсын, елдің азаматтары шықсын. Құтты болсын мерекеңіз. Абай атындағы гимназия атағына ешқандай кір келтірген жоқ осы жыл өмір бойы. Сондықтан да алда да біздің осы оқушыларымыз ешқандай кір келтірмейді Абай атында. Енді мектептің ұжымы, ұстаздар ұжымы өте жақсы, білімді, қайратты, қажырлы ізденістер көп.
Жақсылық деген балаларға деген мәртебені педагогтарға берген бұл біздің мемлекетіміздің ізгі саясат деп білемін. Француздың педагогы Шубер айтқан ғой, оқыту деген бұл екі есе оқу деп. Енді осындай ғимаратта біздер балаларымыздың болашақта көп алтын алуына, дарынды балаларымыздың түрлі жарыстарда орын алуына бұның барлығы бізге көмек болады деп ойлаймын. Осы жолда біз шығармашылық ұстаздар Абай атындағы мектеп гимназияның екі есе жұмыстанамыз деп сендіремін. Жалпы Ақжайық ауданында биылғы жылдың өзінде білім саласы бойынша 6 нысанға күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген. Бүгінгі таңда 5 мектептің шәкірттері қашықтан оқу әдісімен білім алуда. 40 оқу ордасының шәкірттері штаттық жүйеде оқуда. Аудан әкімі Қалияр Айтмұхамбетов ауданның әлеуметтік экономикалық даму бағыты туралы баяндады. Жалпы негізгі капиталға салынған инвестициялардың көлемі 4 миллиард 807 миллион теңге жетті. Немесе өткен жылмен салыстырсақ 33,9-ға артып отыр. Соның ішінде деген бізге биыл жоспарымыз 3 миллиард 700 миллион теңге болса, Облыс басшысы келер жылы күрделі жөндеуді қажет ететін ғимараттардың сметалық жобалық құжаттамасын дайындап, ұсыныс түсіруін тапсырды. Облыс әкімі ауданға іс-сапары соңында мектеп ұжымымен естелі суретке түсті. Ұлықпан Елеу, Рүстем Ишанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.